жасанды интеллект бүкіл біз берген мәліметті жадында сақтап жатыр. Енді осы жасанды интеллект адам интеллектін күшейте ме, жоқ әлде әлсірете ме? Жақсы сұрақ. Ол әлі 18-ге келгенде не болады, 25-ге келгенде не болады? Иә. Әлем қалай өзгереді? Шынымды айтайын, мен бұдан өзімде қорқам. Осы барлық мамандықтың гибрид нүктесі жасанды интеллект болады. Сен өз мамандығыңа қосымша IT-дан хабарың болу керек. Сонда сіз супер күшке ие боласыз. Қатерлі ісіктің 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін пайда болу ықтималдылығын да айтып бере алады. Осы бір алпауыт жаңалыққа біз өзіміз халық дайын ба? Негіз дайын емеспіз. Шындығын айту керек қой, біз енді бастап жатырмыз. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін жасанды интеллект туралы сөйлесеміз. Қаншалықты біз меңгеріп үлгеріп жатырмыз? Біз үшін жасанды интеллект деген не? Дәл осы саланың маманы, IT маманы, жасанды интеллект зерттеушісі, аналитик Тимур Бектұр біздің бүгін қонағымыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Жасанды интеллект деген терминмен біз таныса бастадық. Біз оны жаңағы робот деп елестетеміз. Біз оны тек қана чат GPT деп шектелеміз. Жалпы жасанды интеллекттің мүмкіндігін, оның қаупін біз нені меңгеруіміз керек, неге үлгеруіміз керек? Сол хақында сөйлесейік? Сөйлесейік. Жалпы жасанды интеллект деген не? Және біз әлі түсінбей жатырмыз оны. Көбіміз. Енді жасанды интеллект туралы таңға ұрып айта беруге болады, бірақ қысқадан нұсқа жауап беретін болсақ, жасанды интеллект дегеніміз адамның айту, сөйлеу, ойлау, жазу қабілетін имитация жасайтын технология. Имитация деген соны қайталайтын, симуляция жасайтын, соған еліктейтін технология деп айтсақ болады. Яғни адам баласының барлық білімін үйреніп алған, оқытылған, және біз сұрақ қойған кезде, біз қандай да бір мәселені сұраған кезде, немесе бір тапсырманы берген кезде, ол сол адамша ойлануға тырысып, адамдар қандай процестерді жасауы мүмкін, соны жасап, сосын сәйкесінше бізге жауап беретін технологияны біз қазір жасанды интеллект деп айтып жүрміз. 2022 жылы, ең алғаш қателеспесем шықты. Көпшілігі осы жерден қателеседі. Жалпы қазіргі бум болып жатқан нәрсе, яғни жасанды интеллекттің қазіргі жазы, тырнақшаның ішінде жаз, яғни лето, немесе саммер деп айтсақ та, бұл термин осындай, жаз деген. Бұл осы жасанды интеллекттің қазіргі жазы, қазіргі прайм таймы. Бұл генератив жасанды интеллекттен келген толқын. Яғни 2022-нің желтоқсанында чат GPT бүкіл әлемге ресми түрде тарады. Негізі ол бұрын 2020 жылдарда болды, бірақ ол жабық қауымдастықта болды. Ал жалпы әлемге, сізбен бізге барлығымызға тегін түрде 22 жылдың желтоқсанында, қарашаның соңы желтоқсанда таралды. Осыны генератив жасанды интеллект дейді. Ал жасанды интеллекттің өзі негізі оған дейін де болды. Ал жалпы жасанды интеллект термині 1956 жылы өмірге келген. Яғни ол содан бері, мен жаңа жаз деген сөзді әдейі айтқан жоқпын. Жаз кәдімгі мезгіл бар ғой, маусым. Бұған дейін жасанды интеллект бірнеше маусымдық толқындардан тұрған. Яғни біз жасанды интеллектті жасаймыз деп, сол 1950 жылдары басталса, сол жылдары жаз болды. Одан кейін тоқырау дейді, оны қыс деп айтады. Адамдар жасанды интеллекттің қолынан түк келмейді екен деп, ғалымдар оны тастай салды. Сосын тағы бір ғалымдар келесі бір технологияны ойлап тапты да, осыны жасанды интеллект деді. Ол 70-ші жылдары болды. Сосын 80-ші жылдар қайтадан тоқырауға кетті, қыс болды. Сосын 90-ші жылдар қайтадан жаз болды жасанды интеллект үшін. Өйткені биылғы жаз? Биылғы жаз бұл осы генератив жасанды интеллектіні өмірге әкелді. Генератив жасанды интеллект дегеніміз бұрынғыдан айырмашылығы, бұл біз бұйырған нәрселерге байланысты мәтін жасап береді, аудио жасап береді, видео жасап береді, ән, басқа да кез келген цифрлық дүниелерді
жоқ жерден жасап береді, сондықтан оны генератив жасанды интеллект дейді. Ал бұрынғы жасанды интеллект ол сәл басқаша болды. Олар генератив болған жоқ, яғни сіз берген дүниеден жаңа бір дүниені жасап бере алмайтын. Бірақ ал қазір ауқымы кеңіді. Қазір толықтай мультимедиалық жасанды интеллектке айналды және мультимодальды жасанды интеллектке айналды. Мультимедиалық жасанды интеллект дегеніміз не? Ол аудиомен, видеомен, кескінмен, кестелермен, кез келген форматтағы медиа файлдармен жұмыс істей алады. Осыны мультимедиалық деп айтады. Ал мультимодальдық жасанды интеллект дегеніміз ол аудиомен де жұмыс істей алады, яғни естиді, видеомен де жұмыс істей алады, яғни көреді, сосын сөйлей алады, жаза алады, оқи алады және ойлай алады. Демек, адамның бойындағы барлық қабілет қазір ода бар. Сезім ғана жоқ па? Солай деп, яғни адамның бойындағы барлық қабілет бар десек болады. Бірақ кейбір көрермендер немесе жасанды интеллекттің шынайы зерттеушілері маған ренжіп қалуы мүмкін. Сонда сен оны адаммен теңестіріп тұрсың, ол адамның деңгейіне жеткен жоқ қой деп. Барлық қабілет жоқ шығар, бірақ пайызбен айтатын болсақ. Пайызбен де айтпай қойын. Бірақ соған ұмтылып келе жатыр. Өйткені енді аз уақыттың ішінде өзіңіз ойлаңыз. 23 жылы қандай болды жасанды интеллект, 26-да не болды? Дегенмен жасанды, енді адамның бәрібір қабілеті өте көп, адамның ашылмаған қабілеті өте көп. Адамда мына әлемді сезіну қабілеті мүлдем бөлек, жасанды интеллект шыны керек, енді оған жетпейді. Енді бұл бәлкім біз бүгінгі подкастта оны талқылаймыз ба жоқ па білмедім, бірақ қазіргі жасанды интеллекттің шынайы зерттеушілері бар ғой, әсіресе Америкадағы. Мысалға, жасанды интеллекттің өкіл әкесі деп аталатын бір 4-5 тұлға бар. Олар неліктен жасанды интеллекттің өкіл әкесі деп аталады? Өйткені осы біз қазір қолданып жатқан технологияны өз қолымен жасап шыққан адамдар да. Осы дәрежеге жеткен. Нобель сыйлығын алған адамдар. Сол кісілердің айтуы бойынша, мысалға солардың ішінде Ян Лекун деген кісі бар. Бұл осыған дейін Facebook компаниясы бар ғой, қазір Мета деп өзгерді. Сол Facebook компаниясының жасанды интеллект бойынша Цукербергтің орынбасары болған кісі. Сол қазір өз алдына бөлек стартап ашып шықты. Мысалға сол кісі біздің қазіргі қолданып жатқан, вау деп жатқан жасанды интеллектімізді далбаса деп айтады. Демек, әлі мүмкіндік көп. Менің айтып отырғаным сол ғой, яғни адамның қабілетіне жетті ме деген сөзге иә деп те айтуға да болады, яғни жалпы халық түсіну үшін. Бірақ толықтай иә деп айтуға тағы да қақымыз жоқ, өйткені Ян Лекун мырзаның айтуы бойынша бұл жасанды интеллект әлі бір 4 жасар баланың қабілетімен бірдей деп айтады. Біз бұдан қорқуымыз керек пе? Күдіктенуіміз керек пе? Жалпы қорқу керек болған кезде, қорқу керек адамдардан, яғни пиғылы жаман адамдардан, бұл құралды дұрыс емес мақсатта қолданатын адамдардан және сауатсыз қолданатын адамдардан. Мәселен, енді аккредитация жүйесі деген бар білім саласында, ғылым саласында. Енді шыны керек, көпшілігі 90 беттік ғылыми зерттеу жобасын әкеліп отырған кезде комиссия енді мысалға айталық күніне 10 адам қорғайтын болса ғылыми жобаны, әрқайсысы бір 90 бет, 100 бет, 150 беттен ғылыми жоба келсе, оның барлығын оқып отырмайтын анық қой. Ал қазір көпшілігі соны жасанды интеллектпен жасап жатыр да. Ал оның ішінде кәдімгідей сараптан өткізіп, бұрынғындай шынымен дұрыс тұжырымға келді ме, мысалға медицина саласында, қару-жарақ саласында, әлеуметтану саласында, психология саласында, инженерияда, басқа да кез келген салада бәлкім қате тұжырымдар кетіп жатқан шығар. Яғни жасанды интеллектті қате қолдану, сауатсыз қолдану, дұрыс емес қолданудың аясында осы жасанды интеллекттің
себебінен қате тұжырымдар көбейіп жатыр, плагиат көбейіп жатыр, өтірік ғылым дамып жатыр. Сондай-ақ әскери салада да бір қызық оқыс оқиғалар өте көп болып жатыр. Бұны жалпы осындай пиғылмен пайдаланатындардың бір тосқауылын қоятын функциялық қосылған жоқ, ондай жоқ. Өйткені енді функционалдар әртүрлі, жаңағы гардрейл деп айтады оны термин тілінде, яғни бір өзінің қораптарын дейміз бе, ережелерін жасап қойды осыны дамытып жатқан компаниялар. Мәселен, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, тағысын тағылар. Яғни плагиат үшін қолдануға болмайды, академиялық адалдықты сақтау керек, адамды өлтіретін, дінаралық қақтығыс тудыратын дүниелерді жасауға болмайды, анау болмайды, мынау болмайды деген секілді ережелерді енгізіп қойған жасанды интеллекттің ішіне. Бірақ адам баласы бәрібір адам баласы да. Мәселен, сіз пышақты нан турау үшін алсаңыз, біреу адам өлтіру үшін алады пышақты. Шыны керек. Яғни өйткені оның пиғылы сондай да, қарақшылық пиғыл. Сондықтан қызықтың барлығы адамның өзінде болып тұр, жасанды интеллектте емес. Мысалы, дәл осы IT саласынан сәл хабар бар адамдар бар, мүлдем бұдан алыс адамдар бар, түсінбей жатқан, мына әлемде не болып жатқанынан хабар жоқ адамдар бар. Әсіресе қазір дәл осы алаяқтарға алданып жатқандар. Өзінің баласының даусымен сөйлесуі де мүмкін жасанды интеллект. Өзінің телефонда баласының бейнесінде әке шешесіне қоңырау шалуы да мүмкін. Біз сол алаяқтардан қазір үлкендерді қорғап әлекпіз, ескертіп әлекпіз. Сіз айтып жатырсыз, жасанды интеллект әлі 4 жастағы бала секілді, оны құрылып жатқан адамдар. Ол әлі 18-ге келгенде не болады, 25-ге келгенде не болады, әлем қалай өзгереді? Сол айтып жатырғанымыз сол, яғни біз қазір жасанды интеллекттің AI деген бөлігіндеміз, яғни Artificial Intelligence деп айтады. Әліппесіндеміз, әліппесіндеміз, бастауыш нүктесіндеміз. Ғалымдардың айтуынша келесі біздің болғанда енді бүкіл әлемнің бара жатқан нүктесі бұл AGI деген. AGI бұл Artificial General Intelligence, яғни білмедім енді. Тимур, мынандай нәрсе бұл барлығына жауап беретін жасанды интеллект болады. Және одан кейін үшінші нүктесі бар, ол Artificial Super Intelligence. Сол кезде ол адамнан да жоғары болады деп айтылады. Мына түйіндемені есіңізде ме? Осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрын қызмет бабымен тапсырған кезде, жаңа қосымша қабілет деген кезде Excelді білеміз. Wordта жұмыс істей аламыз деуші едік қой. Енді жасанды интеллекттің мына деңгейін білеміз деген түйіндеме қосылатын сияқты. Жоқ, қосылады. Өйткені ол деген үлкен ұпай ғой. Әрине, қазір жұмысқа алған кезде бірден сұрайды. Кемінде ChatGPT қолданып білуің керек. Плюс қазір агенттік жасанды интеллект деген келесі бір бағыт шықты. Негізі ChatGPT қолдану қазір, білмедім, оны енді бір 2-ші сыныптың оқушысы да қолданады ғой қазір. Жоқ, енді әлі оны ашпағандар да бар. Сондықтан бізді бар. Сіз IT маманы болғаннан кейін тереңірек білесіз. Біз әлі сол кішкене бір-екі баспалдақпен түсініп жатқан сияқтымыз. Бізге қарапайым тілде түсіндіру керек. Ол маған көмектеседі, ол маған көмектеседі деген секілді. Жақсы, мына мен әрдайым қызықтыратын, мен тіпті мына телефонымды алып, гаджеттеріме қалағанымды сұрамасам да, мен жай ғана сөйлесіп отырамын ғой, сізбен мысалы. Бір кілт сөзді іздеп қалдым деп айтып қалдым дейді. Маған біреуге кілем алу керек еді деймін. Мен қалай қолыма телефонды аламын, маған кілемдердің жарнамалары пайда бола бастайды. Іздемеген, жай ғана аузымнан шыққан сөз. Сонда ол толқын дейміз бе, ол кеңістік мені қайдан түсініп жатыр, сөзімді қалай оқып жатыр, ол жарнаманы маған қалай алдыма келіп жатыр. Шынымды айтайын, мен бұдан өзімде қорқам, және бұл сұрақ маған да үлкен дилемма деп айтсам болады, жұмбақ деп айтсам болады. Өйткені ауызбен айтса түсінікті, мына микрофон қазір екеумізде тыңдап отыр. Камера 24-те сағат, 24-те 7 сағат бақылап отыр. Оны түсінікті, ондай жағдайда жарнама шықса, мен әйтеуір түсінем. Өзіміз дедім. Айтып қалдым, өзіміз дедім деген секілді. Бірақ айтқан жоқпын, іздеген жоқпын. Ойладым. Жай ғана ойладым, ол мен миымның ішінде. Бірақ соны мына жақтан қалай шығарып отыр деген келсек, сөйтсек, зерттеуші ғалымдар айтады.
қазір барлық әлеуметтік желілер, мысалға енді Facebook, Instagram, TikTok, Threads бар, YouTube бар. Осы компанияларда жұмыс істейтін мамандар және жасанды интеллект, ChatGPT, Claude, Gemini'да жасайтын мамандардың барлығы intent management деген бір ұғым бар екен. Intent management деген бұл адамның ниеті мен ойын жоспарлау менеджментімен айналысады екен. Бұны сонда ниетті бір Құдай біледі деп айтамыз, ішкі ниетімізді. Ал мына жақта біздің ал ол ниетті олар дата поинттар арқылы анықтайды екен. Дата поинттар деген бұл біз бәрібір біздің әрбір әрекетіміз, бүгінгі әрекетімізге кешегі кейбір әрекеттеріміз жауап береді екен да, солар із қалдырады екен. Осыны дата поинт деп айтады екен. Яғни сіздің соңғы рет қашан көлік алғаныңыз, соңғы рет қашан көлікті жөндеуге апарғаныңыз, неше рет бензин жанар жағармай құюға барғаныңыз, үйіңізге қашан ремонт жасағаныңыз, қашан жаңартқаныңыз, қандай дүние алғаныңыздың WhatsApp-пен сөйлескеннің өзі барлығын осыны дата поинт деп айтады. Және ол сіздің орныңызға бұл кісі 2-3 жыл сайын үйіне жаңарту жасайтын кісі, бұл кісі 2-3 жыл сайын жаңа жиһаз алатын кісі, бұл кісі осындай деген дата поинттар бар да. Дата поинт деген мәліметтердің жиынтығы, осындай нүктелер. Сіздің шашыңыздың түсі, тіпті білесіз бе, мен осы ақш-та оқып жүрген кезімде, осы жасанды интеллектін оқып жүрген кезімде біздің профессорымыз таңғалып айтып жатты. Ол кісі айтады, анау жасы 50-ден асқанда, жасы 50-ден асқан ер адамдардың көбінің мәселесі мына төбе шашынан бастап жалаңаштана бастайды екен да, анау не деп айтады, шаш түсе бастайды. Сол жаңа сіз айтқандай ойлаған жоқпын дейді, бірақ шашым таңертең душтан шыққаннан кейін қарасам жалаңаштанып қалыпты. Сосын қайта жұмысқа келіп сотқа қарап отырсам, мына шаш өсіретін дәрінің жарнамасы шығып жатыр дейді. Яғни оның биологиялық өзгеріске ұшырайтынына дейін есептеп шығаратын технологиямен жұмыс істеп отыр қысқасы. Не үшін? Жарнамалық маркетинг материалдар жіберу үшін, ақша табу үшін. Әлем сауда-саттықтан тұрады. Әлем сауда-саттықтан тұрады. Осы сауда-саттық демекші, мамандықтарға дәл осы жиі қатты әсер етеді. Белгілі бір мамандықтарға қатты мұқтаж емес екенімізді де біз білеміз. Жанымызға бір көмекші бұрын ұстаған кезде, мысалы, қазір оның орнына боттар бар. Лезде жауап береді, лезде клиентті жібермейді деген секілді. Біз қай мамандықтар түбегейлі жоғалтамыз, қайсыларға мұқтаж боламыз? Осы сұрақ жиі шығады алдымнан, қай мамандық жоғалтамыз деген. Енді шынымды айтсам, осындай бір болжау айтуға өз басым қатты өз тәжірибеңізде, мысалы, ұнамайды, бірақ мамандықтардың жалпы мамандық жоғалады деп айтқан сәл қиындау, мамандық өзгеретіні анық енді. Барлығы өзгереді. Мүмкін адам саны азаятын шығар, функция азаяды, мүмкін көбейеді. Сол адам саны азаяды дейді, бірақ бір қызық бір парадокс бар. Басында адам саны азайған сияқты болады. Өйткені, мысалға қараңызшы, бұрын сізге сценарист керек болса, редактор керек болса, яғни барлығыңызға дайындап әкелетін да. Сосын жазушы керек болса, бұрын терімші деп айтатын, қазір терімші жоқ қой, бұны үлкен кісілер білетін шығар, қазіргі жастар көп біле бермейді. Бұрын терімші деген болатын. Яғни журналист немесе жазушы, әйтеуір жазумен айналысатын адам қолмен жазып алып келетін. Өйткені оның үйінде машинкасы болған жоқ, оның үйінде компьютер болған жоқ, енді 90-шы жылдар болған жоқ ешкімде. Сол қағаздан электронды нұсқаға түсіретін терімші дейтін адам болды. Оны ағылшынша тайпист деп атады, орысша машинист деп атады деп шамасы. Машинистка апай деп жүретін, бір ғимаратта бір машинистка болатын. Соған бәрі кезекке тұратын. Сосын ол осындай қағаз шығарып беретін. Сосын барып сіз студияға барып оқитынсыз, немесе бастықтың алдына апаратынсыз. Терімші жоқ қой. Яғни басында сол технология келіп кейбір жұмыстарды алып кетеді.
яғни жұмысты қысқартқан сияқты болады. Бірақ сондай бір парадокс бар. Компьютер келген кезде ғалымдар жұмыссыз қалатын сияқты, математиктер жұмыссыз қалатын сияқты болғанымен, керісінше компьютер заманы ғалымдарды көбейтті, компьютер мамандарын көбейтті, математиктерді көбейтті. Одан кейін интернет дәуірі келген кезде де бір журналистерсіз қалатын сияқты болды. Енді әркімнің қолында телефон бар, әлеуметтік желі бар секілді азаматтық журналистика дамып кететін сияқты болғанымен, иә, олар да көбейді, бірақ одан журналист азайып кеткен жоқ. Керісінше журналистикаға қызығатындар көбейді. Ал енді жасанды интеллект келген кезде де қазір көп айтылып жатыр, программистер қажет емес болады, IT маман қажет емес деп. Бірақ керісінше қандай да бір технология келсе, ол жұмысты азайтпайды екен, ол жұмысты көбейтеді екен. Өйткені бұрын ол салаға қызықпағандардың толқыны көбейгендіктен жұмыстың көлемі де көбейеді екен. Түсіндіңіз бе? Мәселен, бұрын қандай да бір кәсіпкер, мысалға айталық, үйде отырған жас ана кондитерлік өнімдер сатумен айналысып жүр, иә? Торт пісіреді, тағы бірдеңе пісіреді, иә? Шағын өзінің кәсібі. Бәлкім кәсіп деп те айтуға келмейтін шығар, бір тірлігі, иә? Декретке шыққан ана деп айталық, жас ана. Ол айтешник емес, ол бәлкім мұғалім болған адам, дәрігер болған адам, қаржыгер, бұрын бухгалтер болған болуы мүмкін. Тұрмысқа шықты, декретте отыр, торт сата бастады. Ол ешқандай айтешник емес. Ол бұрын өзіне сайт жасату үшін, бот жасату үшін, автоматизация жасату үшін, клиенттерден хат хабар алмасу үшін, немесе ақша алу үшін бір айтишникті жалдау қажет болды. Бір программистке тапсырма беріп, оны жұмысқа тарту қажет болды. Сайт жасату керек болды. Одан кейін сайтты бақылап отыру керек. Ал енді қазір жасанды интеллект келді, ол оның барлығын өзі жасай алады. Көрдіңіз бе? Яғни бұрын мүлдем бұл технологияның саласына келуді жоспарламаған адам, мына технологияның оңайлатылғандығынан қосымша дағдыны меңгеріп алды да, осы салаға келіп жатыр. Тиісінше келесі бір программистке жұмыс табылды да. Өйткені ол бастапқы деңгейінде ол өзі жасағанымен, егер ол жақсы дамып кететін болса, кәсібі дөңгелектеніп өрге жүзетін болса, онда ол бұрынғындай үнемі өзі айналысып отырмайды. Табысы келіп тұрғаннан кейін оған тұрақты бір адам жалдайтын болады. Бұрын ол туралы ойланбайтын да. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл технология басында кейбір мамандықтарды жоғалтқан сияқты, немесе жойған сияқты көрінуі мүмкін, басында былай график түсуі мүмкін. Бірақ кейін көптеген толқынның осы салаға келіп жатқанның әсерінен әрбір адамның жанында енді бір жасанды интеллект маман жүретін шығар. Біз мына оқуға түсер кезде белгілі бір, өзіңіздің де есіңізде шығар, бір кездер банк саласына қатты қызығушылық өсті. Бір кезде бәрі заңгер болғысы келді, бәрі банкир болғысы келді. Қазір бір әдемі дәуірде жүр, барлығы IT маманы болғысы келеді. Болашақ IT маманның қолында ма? Егер қабілетің бар болса, түсу керек пе? Сол мамандықты таңдау керек пе? Енді қазақта мақал бар, түйенің танитыны жантақ деген. Енді мен өзім IT маман болғаннан кейін, әрине бүкіл қазақ жастарын IT маман болуға, жалпы технологияны зерттеуге, білуге, қолдануға, дамытуға шақырамын. Бірақ өз басым тек қана IT-ге келіңіздер деуден аулақпын. Өйткені әлем тек IT-ден тұрмайды. Әлемнің болашағы да IT-дің қолында деп айта алмаймын. Әлем, міне, домбыра ілулі тұр, музыканың қолында. Әлем, міне, өсімдік тұр, ол биологияның қолында. Әлем, химияның қолында, мынаның барлық химиядан жасалады. Әлем барлық мамандықтың қолында, бірақ осы барлық мамандықты тоғыстыратын IT болады. Осы барлық мамандықтың гибрид нүктесі жасанды интеллект болады. Сен өз мамандығыңа қосымша IT-дан хабарың болу керек. Ол міндеттелетін секілді. Ол міндетті. Сонда сіз супер күшке ие боласыз. Өйткені кез келген нәрсенің бір катализаторы болады, яғни әсіре күш қосушы бір, қалай айтсам екен,
қауқары осы жасанды интеллект болады. Кез келген дүниені одан ары өнімді жасау, нәтижелі жасау үшін. Біз енді қазір жасанды интеллекттің, сіз айтып жатырсыз ғой, мен бұны қанша зерттесем де күнде таңғаламын деп, иә? Біз жай ғана чат GPT-мен бір жауап алғанымызға таңғалып жатырмыз. Ал сіздер енді кішкене мына бастауыш сыныпты бітірдіңіздер. Біз әлі енді танысып жатырмыз. Жақында эфирде геофизик болды, геолог. Олар айтады, кезінде Қаныш Сәтбаев аталарымыз қалай іздеп еді кен орындарын, айлап жылдап кететін, қолдарында өздерінің бір құрылғысымен дейді. Қазір бізге не беріп жатыр мынау технология? Біз сейсма бағыттарды, нүктелерді білетін жаңағы қолымыздағы құрылғымен біз жылдам, тез, өте оперативті дейді ғой, нәтиже шығарып жатырмыз дейді. Сондықтан қазіргі қарқынды дамып жатқан жиын, қазіргі технологияның, қазіргі тағы өз білесіз бұл терминдерді бізге ғылымға осылай, медицинаға осылай, мына салаға мынандай деген секілді жаңалықтарын айтыңызшы. Сіз өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Біз қазір тек сол ChatGPT қолданып жатқанымызға мәз болып жүрміз ғой, шектеп тастадық. Осы кейде мен әлеуметтік желімде стори енді айтуға тырысамын, бірақ адамдар күледі да маған. Басында бәрі солай ғой. Үйренетін несі бар, оның ChatGPT-ді ашасын да сұрай саласын ғой дейді. Үйреніңіздер десем, халыққа үйреніңіздер десем, оның үйренетін несі бар дейді. Яғни сұрақ қоясын, жауап береді, болды емес па деп. Жоқ, олай емес, болған жоқ. Әлем, сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Әлем қазір жасанды интеллектті осы ғылыми инженериялық мақсатта қолданып жатыр. Бірінші мысал, Google-дың AlphaFold деген жобасы бар. Ол адам баласының бойындағы барлық белоктардың жиынтығын жасап шыққан. Ол енді бірнеше терабайттан тұратын өте ауыр мәліметтер қоры. Ғалымдар сол арқылы инсультқа арналған жаңа дәрілер жасап жатыр. Немесе адамның ДНК-сына қатысты зерттеулер жасап жатыр. Жақында ақш-тың Израильмен бірігіп Иранға шабуыл жасаған білеміз, иә? Сол кезде Израильдің басқарушы әскери командирлерінің қай жерде жүргенін, оларды қай уақытта, қай жерде ату керек екенін, олардың стратегиялық нүктелері қай жерде екенін, оған сағат нешеде шабуыл жасау керек екенін Антропиктің Клод деген жасанды интеллекті арқылы анықтаған. Яғни сол кеңес берген, сол бойынша шабуыл жасаған. Одан бөлек металдың жаңа түрлерін ойлап шығарып жатыр жасанды интеллект арқылы. Медицинадағы операцияға араласты жасанды интеллект, ота жасаудың өзіне де. Әрине. Сосын ол медицинада тіпті қазір толықтай қолданатын болып кетті. Оны қазір жалғастырам, оған дейін бір нәрсе есіме түсіп отыр, айта кетейін. Бір ғалымдар оқу мүмкін емес деп ойланылған, бұдан бірнеше ғасыр бұрын жазылған бір ескі тіл, қолжазба тілдің өртенген нұсқасын қалыпқа келтірген да. Енді өртенген кітапты көз алдыңызға елестетіңізші, осындай қап-қара болып тұрады. Оны ұстауға болмайды, шашылып қалады. Бірақ соны сканировать етіп, соның ішіндегі мәтінді шығарып алған да. Сосын жаңа сіз айтпақшы медицинада деп. Мысалға, рентген түсірілімдерін қарайтын мамандар бар, рентгенолог деп айтамыз. Адам күніне, білмедім, сондай супер дәрігер болса, ол бәлкім күніне 100 адамды қабылдайтын шығар. Күніне физикалық тұрғыда шамасы жетпейді негізі. Енді 8 сағатта 100 адамды қабылдайсыз ба? Менің ойымша мүмкін емес, қабылдай алмайсыз. Бірақ қабылдай аласыз деп есептелік. Сол 100 адамның рентген түсірілімін көз алдыңызға елестетіңіз. Ол ақ қара нүктеден ғана тұрады ғой, негативтен. Адамның көзі одан қарап шаршайды. Ал қатерлі ісік, ол бізге мен қатерлі ісікпін деп бүйтіп тұрмайды. Қызыл жасыл жанып тұрмайды. Ол бір шаңның тозаңындай ғана шаңның тозаңы деген, білмедім енді, миллиметрдің
минус 10 есе деп есептетіңіз, ол көзге көрінбейді де. Рентгенологтар сондайды анықтайды да. Бірақ оны жасанды интеллектке салса, ол жасанды интеллект күніне 100 мыңдаған рентген түсірілімін анықтай алады. Көрдіңіз Демек бе? жұмыс жеңілдеп Және демек және ол қатерлі ісіктің 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін пайда болу ықтималдылығын да айтып бере алады да. Ол әлі жоқ болуы мүмкін, сіз сап-саусыз деп жүру мүмкін. Мысалға, рентгенолог маман немесе хирург, жоқ, сіз сап-саусыз, қиналмаңыз, жаңағы уайымдамаңыз деп жіберуі мүмкін. Бірақ дәл сол рентген түсірілімін жасанды интеллектке салса, жасанды интеллект, бұл адам қазір сау медициналық тұрғыдан. Бірақ мына жерде осындай бір нүкте пайда болды. Қазірден бастап қолға алса емделіп кетеді. Өйткені 4-5 жылда қатерлі бір ісіктің қаупі бар деп айта алады да. Көрдіңіз бе? Яғни осындай деңгейде ғылыми жұмыстар жасалып жатыр. Адамның жасы 150 жасқа дейін жетуі мүмкін дегеннің міне. Енді ол да мүмкін, өйткені биохакинг деген бір бағыт бар. Қазір адамдар осы биохакингмен айналысып жатыр. Мәсәлән, енді осы жасанды интеллект адам интеллектін күшейте ме, жоқ әлде әлсірете ме? Жақсы сұрақ, керемет сұрақ. Бұған жақында бір анау ютубтағы сол америкалық ғалымдардың бірі айтып қалды. Жасанды интеллект бұл катализатор дейді. Яғни күшейтуші. Жасанды интеллектісі жоғары, зерттей алатын, мәліметті қорыта алатын, мәлімет болғанда өте көп мәліметті, мысалға күніне 100-деген кітапты, 100-деген подкастты, ғылыми ізденістерді, соның барлығын өзі ойымен қорыта алатын, жаңа бір дүние жасап шығара алатын, сондай ойы ұшқыр адамды одан сайын супермен қылады. Осыны катализатор дейді. Ал оқымайтын, ізденбейтін, сауатсыздау, сәл топастау адамдарды одан сайын топас қылады екен. Өйткені білімге құштар, ақпаратты көп қолданатын, ненің не екенін ақпараттық гигиенаны білетін. Білетін адамға ол қосымша күш болады. Ал ізденгісі келмейтін, жалқау, ChatGPT-ге бере салайыншы, сол жауабын бере салады ғой деген адамды одан сайын іздендірмейтін, одан сайын ойландырмайтын, одан сайын жалқау қылатын адам қылады да. Сондықтан да бұны қолданған кезде әсіресе жастарға, студенттерге біз айтамыз, енді қолданыңдар. Енді олар қолданбаса болмайды, қолдану керек. Бірақ сол ақылмен, байыппен дұрыс қолданған дұрыс. Өйткені шындығында ол кейбіреулердің интеллектісін одан сайын асырады, ал кейбіреулердің интеллектісін нөлге қарай ұмтылдырады. Өзіңіз бір ғана мысалы киноның негізгі өзегі бұл сценарий ғой. Сценарий ғана ұстайды киноны. Қазір әлемде жоқ сценарийлерді жазуға тапсырма алып жатқан. Сондықтан да ол адамнан шықты. Ол сценарий адамның өзінен шықты. Енді мархабат жиі жазып жатыр. Осы Қазақстан АИ дәуіріне қаншалықты дайын? Біз енді биылғы жылдың өзін осыған бағыттадық. Орталық Азияда алғашқылардың бірі болып дата орталық қолға алынып жатыр. Біз жалпы осы бір алпауыт жаңалыққа біз өзіміз халық дайын ба? Негіз дайын емеспіз. Бірақ енді бәлкім біз кереметпіз деп мемлекеттік науқан жасап жүрген кейбір шенеуніктер маған ренжіп қалуы мүмкін. Тимур, неге олай айтасың? Біз осындаймыз, осындай деңгейге жетіп жатырмыз деп. Біз оқушыларымыз, студенттеріміз халықаралық жасанды интеллект жарыстарына орын алып жатыр. Біз халықаралық деңгейде жасанды интеллект университеттерін ашып жатырмыз. Мына Екібастұзда орталық Азиядағы ең үлкен дата центр салғалы жатырмыз. Одан да басқа бастамалар көп. Бірақ шындығын айту керек қой, біз енді бастап жатырмыз. Сондықтан бастамамыз жақсы, тек осы науқан болып қалмаса екен дейміз.
Өйткені түбінде айналып келгенде барлығын жасайтын адамдар осыны дұрыс түсініп, дұрыс қолданып және іліп алып кетсе деген ойдамыз. Бірақ бір жақсы, енді біз қазақ халқы тезбіз. Оны мен анау ақшқа оқуға барғанда да көргенмін. Біз бәлкім кейбір нәрселерді кеш бастауымыз мүмкін. Енді тәуелсіздік алғанымызға да өз 30 жылдың ар жақ бер жағы болды. Соңғы тәуелсіздігін алғанымызға. Бірақ соның өзінде мысалға шетелге барғанда бірден байқайсыз, біз бәрібір тезбіз, өте тез адаптация жасаймыз. Бәлкім біздің көп тілді меңгергенімізден шығар, бәлкім оң жағымыз Ресейді, сол жағымыз Қытайды, анау келесі тұсымыз Европаны бетке алып тұрғаннан шығар. Яғни мәдениеттерінің тоғысында тұрғаннан болар. Қазақ халқы негізі тез икемделетін, кез келген нәрсені тез үйренетін және тез қарқын алатын қазақ. Бастысы жаңағы дұрыс емес жаққа қарай бұрылып кетпесек болғаны. Дайынбыз ба дегенге жауабым осы. Өйткені түбінде математика жатыр, статистика жатыр, бағдарламалау жатыр, инженерия жатыр. Осыны ұмытпау керек. Өйткені қазір көп жасанды интеллект дегенде не екенін білмедім. Көпшілігі сол жасанды интеллектке ән айтқызып қою, анау билейтін видео жасатқызып қою, сосын комментарий көшіріп алу, үй тапсырмасын орындау, реферат жазғызып алу деген сияқты деңгейде қарайды екен да. Бірақ біз дайынбыз ба дегенде, біз жасанды интеллект арқылы дәрі жазып жатырмыз ба? Біз жасанды интеллект арқылы металл жасап жатырмыз ба жаңадан? Мысалға, білмедім, әскери мақсатта қолданылатын. Немесе біз жасанды интеллект арқылы химияда, физикада, биологияда жаңа бір дүниені өмірге әкеліп жатырмыз ба деген сұрақ қойсақ, соған иә деп жауап берсек, бәлкім сол кезде дайынбыз деп айтуға болатын шығар. Енді жаман айтпай, жаңағы жақсы айту керек, жақсы сөз айту керек деген бар. Сондықтан келе жатырмыз деп сенемін. Өйткені қазір негізі мемлекет басшысының қойған міндеттері сұрапыл және өте, қалай айтсам екен, әлемдік деңгейдегі мақсаттар деп түсінемін. Өйткені қазір AI readiness деген термин бар, яғни жасанды интеллектке дайындық деңгейі. Осы бойынша, осы жақында ғана жасанды интеллект бойынша біздің премьер-министрдің орынбасары Қытайдағы жиында да болып қайтты, жасанды интеллектке қатысты. Сосын ақш-тағы жиынға да қатысып қайтты. Және осы батыстағы, шығыстағы жасанды интеллектіні дамыту бастамасына Қазақстан мүше болып қайтты. Яғни қазір біз шама келгенше Американың да жасанды интеллект бойынша жасалып жатқан дүниелерін өзімізге импорттауға дайындалып жатырмыз, және Қытай жақтағы да жасалып жатқан технологияны өзімізге импорттауға дайындалып жатырмыз. Ендігі кезек сол біздің жастарымыз, біздің қоғам, біздің халық соны тездетіп бір инженериялық деңгейде үйренсе, яғни қарапайым қолданушы деңгейінде емес, инженериялық деңгейде үйренсе, мен ойымша кемінде бір орта азиялық лидер болуға әбден қақымыз бар және мүмкіндігіміз бар. Одан кейін бәлкім келесі континенттерге шығып қалуымыз ықтимал. Мына бізге 2 суперкомпьютер әкелінді деген сияқты ақпаратты естігеннен кейін, ол компьютер бізге не істейді, бұл қажет пе, не істей аламыз ол компьютермен деген секілді, мынау халық түсінікті болу үшін сұрақты қойып өтейін. Өйткені жасанды интеллекттің ақпаратын, бұл компьютер арқылы кәдімгі компьютерден суперкомпьютердің айырмашылығы қандай? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Бірақ оны өте қарапайым қысқа да нұсқа айта кетейін. Мысалға, сіздің бір ноутбугыңыз бар делік, ол маңызды емес. Сіз 100 мың алдыңыз ба, миллион теңгеге алдыңыз ба, 2 миллион теңгеге алдыңыз ба, маңызды емес. Бір ноутбугыңыз бар делік. Жарайды, 2 миллион теңгеге алдыңыз, ол 64 гигабайт жедел жады оперативкісі,
64 гигабайт, жаңағы қатты дискісі 2 терабайт, 10 терабайт деп айта салайық. Жаңағы видео жадысы 32 гигабайт деп айталық. Бұл өте қуатты компьютер. Мысалға, видеомен жұмыс істейтіндер, монтаж жасайтындар осындай қуатты компьютермен жұмыс істейді. Бірақ олар қазір экраннан көрсетіліп жатқан Одиссеяны монтаж жасай алмайды да. Өйткені оған қауқары жетпейді. Суперкомпьютер дегеніміз сол. Яғни бірнеше қуатты компьютерлердің жиынтығын суперкомпьютер деп айтады. Ал ол не үшін керек? Ол жаңағы мен айтқанымдай ғылыми жобаларды жүзеге асырған кезде біздің Қазақстанға келген 2 суперкомпьютердің қателеспесем біреуі Гумилев университетінде, қателеспесем, тексеру керек. Бірақ екіншісін анық білем, бұл Қазақ ұлттық университетінде Алматыда, Әл-Фараби деп аталатын суперкомпьютер. Олар ғылыми мақсатта қолданылады, яғни сол жаңағы металдарды зерттеу үшін, жер қыртысын зерттеу үшін, өйткені оның ішіне терабайттаған мәлімет енгізіледі де, соның ішінен кейбір параметрлер бойынша сұрақтарға жауап беруге дағдыланады. Сондықтан да бізге сондай қуатты компьютер керек. Бірақ менің естуім бойынша және министрлердің жауап беру бойынша ол компьютерлерге қазір сұраныс өте жоғары болғандықтан келер-келместен ол уже алынып қойған дейді. Яғни толық қамтылып жатыр, толық қолданыста дейді. Тимур, мына бір сұрақ әлі де өзекті, өйткені біз ChatGPT-ді біреу оны психолог қылып алды, біреу дизайнер қылды, біреу аспаз қылды, біреу жан досына айналдырды деген секілді. ChatGPT-ге біз жеке сұрақтарымызды да қоюымыз мүмкін, иә? Ол менің дерегім, ол маған қатысты дерек. Енді ChatGPT оны сақтап қояды өзінің дерегінде, өзінің қорында ол болады деген ақпаратқа қатысты не айтасыз? Иә, ол солай. Өйткені мені біліп алған, менің ChatGPT менімен құрбы сияқты сөйлеседі. Сондықтан бұл жерде мынандай мәселе ғой. Негізі сырласайық па, сырласпайық па? Осы сұрақ. Ашық айтайық па, сұрайық па, жоқ па? Жалпы білу керек. Жалпы білу керек. Жасанды интеллект бүкіл біз берген мәліметті жадында сақтап жатыр. Сондықтан шама келгенше тым интимді, ашық. Енді өте персонал мәліметтер бар ғой. Банкке қатысты кілт сөздер, электронды пошталар, телефондар, мекен-жайлар. Сондай мәліметті жібермеген дұрыс. Өйткені адамдар кейде білмей қалады ғой. Мысалға, Каспийдегі бүкіл транзакциясын выписка деп айтады ғой. Соны шығарып алып, мысалға, осы айда маған қанша сумма келді, қанша сумма шықты, мен осыдан қанша салық төлеймін деп, енді жеке кәсіппен айналысатындар, немесе қанша жаңағы аударым түсті деп сұрап жүргендер өте көпті. Немесе рентгенге түскен кезде, УЗИге түскен кезде, әсіресе әйел адамдар. Дәрігер маған осыны жазды, дұрыс па? Дұрыс па, бұрыс па, немесе маған осындай диагноз қойды деген сияқты. Енді ол сұрауға болады. Бірақ мәселен, енді сұрауға болғанда да оның жауабына да қарау керек. Енді біз ешкім қолдан тартып алмаймыз ғой ChatGPT-ді, әркім өзі біледі не сұраса да. Бірақ мәселе, анау жеке мәліметтерін қиып тастап отырмайды да ешкім. Солаймен салып жібереді. Ал оның ішінде жаңағы адамның аты жөні, телефоны, адресі, барлық ЖСН-і, барлық жеке бас деректері кетіп қалады да. Кім біледі ол алаяқтың қолына түспесіне, иә? Кім кепілдік береді? Ол алаяқтың қолына түседі 100%. Ол 100% түседі. Қалай түседі алаяқтың қолына? Біріншіден, көпшілігі ChatGPT-ді де, басқа да бағдарламаларды да 2 факторлы аутентификациямен қорғамайды. 2 факторлы аутентификация деген ол
мысалға сіздің аккаунтыңызға басқа адам кірмеу үшін жасалатын құпиялық функциялар, қорғаныстар. Соны көпшілік жасамайды. Біріншіден сол арқылы түседі алаяқтардың қолына. Екіншіден қанша жерден OpenAI, енді ChatGPT-ді жасаған OpenAI компаниясы, Claude-ты жасаған Anthropic компаниясы, Gemini-ді жасаған Google компаниясы. Осындай секілді қазіргі таңда негізге 10 шақты жасанды интеллект чат-боты бар. Енді 10 шақты емес, негізі 1000-нан көп. Бірақ негізінен әлем халық қолданып жүрген 10 шақты лидер бар. Олардың компанияларында да мәліметтер қолды болып тұрады уақытын. Сол кезде ол қара интернетке шығып кетеді, оны Darknet деп айтады. Сосын Телеграмда тағы бір жерде біздің мәліметтеріміз жүреді. Сондықтан да негізі қауіптілеу. Сондықтан осы жерде айта кетейін, жалпы жеке бас мәліметтерін жібермеңіздер. Ал егер жеке бас мәліметтің немесе сондай бір тым интим сұрақ қою қажет болса, интим деген кезде міндетті түрде жыныстық мәселеге қатысты емес, басқа психологиялық, отбасылық, тым жеке мәселені сұрау керек кезде, қазіргі таңда кез келген чат-боттың ішінде, ол ChatGPT бола ма, Gemini бола ма, қайсысы болса да, мына оң жақ бұрышында пунктирлі сызықпен бір дөңгелек тұр. Соны бассаңыз уақытша чат ашылады. Сол уақытша чатқа қойған сұрағыңыз сақталмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, кез келген чат-боттың настройкасының ішінде менің сөйлескен мәліметтерімді өзіңде сақтама деген бір не бар? Функция бар, тетік бар. Соны да өшіріп тастау керек. Осындай бір алғы шарттарды қолданған негізі дұрысырақ жалпы. Әйтпесе сырласып жүрген ChatGPT-ң ертең жауың айналуы мүмкін. Ақпарат қолды қойылатпай қойық, бірақ дегенмен жалпы енді шашыла берген жақсы емес қой негізі. Шашыла берген жақсы емес. Біз қазір мысалға адамдар зардап шегіп жатыр ғой, WhatsApp алаяқтықтан, қаржылық алаяқтықта, жаңағы WhatsApp-ның сіз досыңыздан, танысыңыздан WhatsApp-қа хабарлама келуіңіз мүмкін. Маған 25 мың теңге бере тұршы, кешке қайтарам деген секілді. Сіз оған жібересіз. Сөйтсеңіз, ол қолды болған WhatsApp аккаунты. Ол қазір ешкімге таңсық емес, барлығы біледі ғой ол алаяқтықты. Бірақ осы ChatGPT сияқты 4-5 жыл бұрын сөйтіп айтқан кезде барлығы, ой, мен WhatsApp-ым кімге керек? Қазір кім жаңағы WhatsApp арқылы алаяқтық жасайды деп күлген еді де. Яғни бұның ауыртпашылығы бір 4-5 жылдан кейін соғады. Сондықтан дәл қазір қауіпті жағында ойламаса болмайды. Жаңалықтың барлығына құшақты кең аша беруге болмайды, ақпарат гигиена болу керек, кез келген. Біз енді үйімізді құлыптап қоямыз. Мына мысалға телефонымызды. Қараңызшы, 2013 жылдары осы смартфон шыға бастаған кезде, бетіне пин-код қойыңыздар дегенде адамдар маған күлетінді. Ой, менің телефонымда ештеңе жоқ, кімге керек дейсің деп. Бірақ енді қазір кез келген адамнан телефоныңды берші десеңіз, міндетті түрде Face ID тұрады, оның 6 саннан тұратын пин-коды тұрады, бермейді ғой ешкім. Өйткені оның ішінде қарайған мәліметі жатыр. Бұл дәл сондай нәрсе. Ашық-шашық қалдыруға болмайды. Мен сізді тыңдап отырып, дәл осы әлем қолданып жатқан дүниені адамның миының ойлап тапқанына қайран қаламда кәдімгі. Демек, адамның миынан артық ақылды жалпы құрылғы жоқ. Өйткені адамның миы осыны ойлап тапты, адамның миы осыны іске қосты деген секілді. Сондықтан қалай ойлайсыз, жалпы қатардағы адам өзінің миының мүмкіндігінің қанша пайызын қолданып жүр өзі? Шамасы енді ChatGPT-ден кейін сол қолданатын пайызымыз азая беретін сияқты ғой. Сол ғой. Шексіз негізі біз аз қолданып жүрміз ғой. Өте аз. Өйткені жалпы сіздің сұрағыңыз өте терең негізі, мықты сұрақ. Біз мысалға айталық 24 сағат өмір сүреміз, тәулігіне. Соның енді білмедім мен. Жарайды, орташа айта қойын, 8 сағат ұйықтаймыз делік, Қазір ұйқымыз тіпті азайды. Сосын таңертең 1 сағат түс қайта, 1 сағат кешке 1 сағат тамақ ішетін болсақ, енді орташа енді әркімдікі әртүрлі ғой. Сонда 3 сағат болса, 11 сағатымыз кетті.
жұмысқа 1 сағат барамыз, 1 сағат қайтамыз десек, 13 13 сағат кетті. Жұмыста 8 сағатыңыз бар. Жұмыста 8 сағат. Сонымен бітті ғой. Сонда қанша уақыт қалды өзі? 13-20. Ар жағында 3 сағат қана жеке өміріміз қалады екен да. Ол 3 сағатта біз не істейміз? TikTok қараймыз, YouTube қараймыз, бәлкім кітап оқитындар бар шығар. Сонымен бітті ғой, көрдіңіз ба? Яғни біз жай 24 сағаттық күнделікті өмірімізді алып қарасақ та, біз миымызды бәрібір толық қолданып жатқан жоқпыз. Автоматты түрде. Ол жасанды интеллектсіз де, жасанды интеллект айтпағанның өзінде. Ал енді оған жасанды интеллект келіп, бұрын ойлану керек нәрсені ойланбай ChatGPT-ден сұрап жатырмыз. Бұрын өзіміз жазу керек нәрсені. Мен сізге бір нәрсе айтайын. Мен барып келіп жүрген ғимараттарымның арасында, мекен жайда, мен тугисті қосамын. Қазір мен тугисті ажыратып тастасам, мен жалпы жол таппай қалам. Демек, маған біреу бұйрық беріп, оңға бұрыл, солға бұрыл, артқа қара, артқа айтып отырады. Мен соған соңғы жылдары үйренгенім соншалық, өткен осы тугиссіз жүріп көрейінші десем, мен жалпы географиялық қабілетімнің төмендеп бара жатқан, топографиялық кретинизмім еселеніп кеткен екен. Солай. Сондықтан да біз қаншалықты қолданып жүрміз деген сұрақ. Мен жалпы өте критикалық сұрақ. Содан сақ болу керек. Ол үшін кітап оқу керек, күнделік кітап оқу тастамау керек. Өйткені бізді адам баласын қазір құтқаратын кітап оқу. Жалпы кітап оқитын адамдар әлемді құтқарады және әлемді басқарады. Осы кітап оқитын адамдар осындай жаңалықтар жасайды. Өйткені миды тоқтату керек. Кітап оқығанда адам миы тоқтайды. Шоғырланады. Мына несі, ойлау жүйесі шоғырланады, фокус артады, қиял пайда болады. Қиялдан осы жасанды интеллект пайда болады. Көркем әдебиетті көбірек оқисыз ба? Жоқ әлде ғылыми ізденістерді жақсы көресіз бе? Шынымды айтайын, соңғы кезде көркем әдебиет қайтадан оқи бастадым. Бала кезде, студент кезде, жас кезде көркем әдебиет көп оқыдық. Сосын кейін әрине үлкен өмірге араласа бастағаннан кейін инженерлік кітаптарға кетіп қалдық. Қазір инженерлік кітап адам миын қатырып тастайды да. Өйткені енді формулалар, бір әртүрлі нелер ғой, енді зерттеулер адам миын тақтай қылып жібереді. Енді қанша ойланғанмен де бәрібір қиялданбайды ғой адам ол жерде. Ал сөйтсе адам миын бір босатып, жаңа бір әлемге жол ашатын бәрібір әдеби кітап екен, әсіресе фантастика. Сосын қызық, енді тарихи кітаптар оқығанда бір жаңа бір идеялар әкеледі. Мен өзім радиода жұмыс істегеніме 20 жылға жуықтап қалды. Кәдімгі әншілердің үнінен ләззат алып жүрген әр тыңдарман, әр маманмын ғой. Қазір жасанды интеллект жағаласты ғой енді. Сіз осы IT деген әлемнің ішінде жүріп, олардың ұсынып жатқан мүмкіндіктерін бәрін көруіңіз керек, зерделеуіңіз керек. Жасанды интеллект орындаған әнді тыңдайсыз ба? Тыңдаймын. Ұнай ма? Қатты ұнайды маған. Мәссаған. Сона деген бар. Сона деген жасанды интеллект платформасы бар. Сіз кәдімгі Музарт тобы деген сияқты айттыңыз ғой. Жоқ, бүкіл әлем сол жерде отыр қазір. Бүкіл әлем қазір Spotify-да отыр. Және Сонаның ішінде отыр. Оның ішінде ақша да тауып жатыр. Өйткені адамдар қазір жасанды интеллект арқылы жасалған музыкаларды тыңдау үшін де ақша беріп жатыр. Жаңағы жазылым сатып алып. Мысалға мен қайтем, мен Абайдың өлеңдері бар ғой, Сегізаяқ, сосын көзімнің Ыбырай Алтынсаринның ғылым таппай мақтанба, Жұбан Молдағалиев, мен қазақпын, қателескен жоқпын ба авторынан? Қателескен жоқпын ғой. Молдағалиев, бәсе. Ұят болып қалмасын көрермендерден. Екеумізде қателесіп отырмайық. ChatGPT-ге. Соны айтамын, ChatGPT-ге сеніп қалып. Осы өзім жақсы көретін өлеңдерді, өзім жақсы көретін әр форматта жасап алғам. Мысалға R&B форматында, рэп форматында, инструментал форматта. Сол сегізаяқты мен 4-5 форматта тыңдаймын да. Мәссаған. Инструменталық форматта тыңдаймын, R&B, рэп форматта, сол MP3 қылып жүктеп аламын да, немесе сол стрим кейінде тыңдаймын. Ұнайды, күшті айтады олар. Ер адам даусымен тыңдаймын, әйел адам даусымен тыңдаймын. Қазір бізді көріп отырған Ерлан Рысқали ағамыз кәне қандай деп ол кісі де қызығып кетпесін. Жоқ, ол кісінің орындауында енді ғажап. Қызық. Сондықтан да тыңдаймыз. Қазір менің ойымша
жаңа бір сол креатив индустрияның жаңа бір легі ашылып жатыр деп ойлаймын. Маған қазіргі заманның қарқынына мен өзім үлгере алмай жатқанды физикалық түрге де өзім сеземін. Әлем ашық қой қазір. Әлем ашық. Сен назарыңды қайда бұрарыңды, қай жерге фокус қоярыңды білмей жатсың. Жүректің соғысы тіпті жиілеп жатқанын байқайсыз ба өзіңіз? Жаңалық көп өте. Сондықтан сол жаңалықтың барлығынан негізі бас тарту керек, кітап оқу керек, жалпы тоқтау керек адам баласы. Енді мен қанша жерден жасанды интеллектті үйреніңіздер, технология керемет, технологияны меңгеру керек десем де, табиғи ол интеллект 24 сағат оның ішінде отыруға болмайды. Не жынданып кетесіз, өйткені технология бәрібір сізден қуаттырақ, сізден күштірек, сізден көбірек бәрібір. өйткені ол робот. Өйткені оған робот. ұйықтап қинаудың қажеті жоқ. Ал адам баласы ол эмоциядан тұрады, ол ойлану керек, қиялдау керек, демалу керек. Осы жерде тек кітап қана көмектеседі. Мысалға қазір Одиссея деген кино хит болып жатыр ғой. Кімнің? Кристофер Ноланның. Кристофер Нолан смартфон ұстамайды екен. Смартфон ұстамайды, ал егер шетелге бір іс сапарға телефон қажет болса, онда флип фон деп айтады, бұрынғы раскладушка деп айтатын едік қой бұрын. Нүктелі. Батырмамен былай кәдімгі раскладушка ұстайды екен. Ал басқа уақытта мүлдем телефон ұстамайды екен. Яғни ол өзін барлық технологиялық қоршап тұрған ортадан бөлек ұстайды. Ал одан Кристофер Нолан әлемдік деңгейдегі кинолар шығарады да. Сондықтан да бір нәрсе жасайтын адам, ойланатын адам, қабілетін дамытқысы келетін адам негізі жалпы көп технологияның қарқынына ілескен дұрыс, не болып жатқанын білген дұрыс, бірақ соның жетегінде кетіп қалмаған абзал. Шектеуге қоя білу керек. Бізде мәселе сол болып тұр. Біз жетегінде кетіп қаламыз ба деген қорқынышымыз бар. Әсіресе енді мен өзімнің де жоғары сыныпта оқитын ұл қыздарым бар, ұлдарым бар, балдарым бар. Оларды бүйтіп жіберіп тартып отырамын да. Бір күн ұрсам, мынау сіздердің технологияларыңыз, мынаны білмесеңіздер болмайды, мынаны үйреніңіздер, кел мен сіздерге көрсетемін деп. Келесі күні тастаңдар, ChatGPT қолданбаңыздар, сіздер топас болып қаласыздар деп келесі күн былай ұрсам да, сосын кейде олар түсінбей жатады, әке сіз кеше үйрен деп едіңіз, бүгін үйренбе дедіңіз, оғалай деп. Сосын себеп қазіргі жастарға, жалпы адамдарға айтып түсіндірмесе қиындау. Оған қатты бойсынып кетсе де адам ойлау қабілетінен айырылып қалуы мүмкін. Сосын анау когнитив ойлау жүйесі деген бар. Бір нәрседен бір нәрсені алу, қосу, одан бір келесі бір дүниені жасап шығару деген ол ойлаудың жемісі. Ал барлығын ChatGPT-ге тапсыра берсе адам ойсыз қаласың. Білмедім мен. Бүкіл үй тапсырмасын, бүкіл курса ойын, дипломын, зерттеу жұмысын ChatGPT-ге тапсырған адамнан қандай ғалым шығатын қиындау, енді айта алмаймын. Хабарымыз өте қызықты. Өзіме де сондай бір қызығушылықпен тыңдап отырмын сізді. Соңғы сұрақтың бірі, біз мына кейіптен осылай қашан оянамыз? Ол білмедім, қиын сұрақ. Біреу TikTok, біреу Instagram. Түсінікті, егер ол бір жаңалық оқып отырса, өзіне қажетті жаңалық. Бірақ біз өміріміз өзгенің өмірін бақылаумен өтіп жатқан заманда мынау сол жаңағы телефонға шұқшиған дейікші. Дұрыс айтасыз. Сол осының алдында ғана айтып отырғаным сол. Бір елдер бар ғой, кәдімгі назар салып досын тыңдаған кезде алаңдамайтын телефон сырып тастап қойған. Одан өтті олар. Сол тәртіп, ережелер болу керек деп ойлаймын. Ішкі дисциплина. Яғни адам телефонсыз, интернетсіз, әлеуметтік желісіз өмірдің керемет екенін жастарға түсіндіру керек, үлкендер қайтадан есіне алу керек. Мысалға біз қазір ауыл аймаққа барсақ, тіпті үлкен кісілердің өздері осы TikTokта отырғанын көреміз. Енді бір жағынан қызық әрине, бірақ екінші жағынан сәл өкініштілеу, өйткені бұрын немерені ата-әжесі қарайтын еді ғой. Ақыл айтатын ата-әжесі немересін ертегі айтып беретін. Бір апта бақ десе бала өзгеріп келетін. Аңыз ертегі айтып беретін, шежіресін айтып беретін, сенің ата-бабаң баяғыда осы Алатаудың төрінде деп осындай батыр болған. Бала жаттап келетін. Шежіресін, жеті атасын жаттап келетін.
Қазір енді ата әже тиктокта болса, немере TikTokта одан кейін қалауын деген қарап. сияқты, иә. Сондай қиын заман, сондықтан үлкендер сол әлеуметтік желісіз заманды еске түсірсе, жастар оның қатты кіріп кетудің зиян екенін білсе, біз енді соны айтудан жалықпасақ деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы саналы қолдануға тырысқан дұрыс. Құрметті достар, дәл осы подкасттан кейін Ұларбек Нұрғалымұлымен болған подкастты міндетті түрде тыңдаңыздар, өйткені адамның жалғыз қалу, ойлану деген дүниені көбірек айтады Ұларбек мырза, дәл осы студияда. Рахмет сізге келгеніңізге. Сізге де рахмет, қызық әңгіме болды. Иә. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. Сіз үшін жасанды интеллект не? Осы сұраққа төменге жауап қайтарыңыздар. Рахмет.